Қаладағы аялдамаларға цифрландыру бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында автобустардың күту уақытын болжау үшін электрондық табло орнату жүргізіліп келеді. Орнатушылардың сөзінше электронды таблолар маршруттың келу уақытын ғана көрсетіп қоймай, ауа райы температурасын және бұқараға арналған хабарландыруды да қамтиды. Аталмыш павильондарды дайындау жергілікті кәсіпорындар базасында жүргізіледі. Данное информационное табло Осы ақпараттық табло нақты уақыт режимін автобустардың аялдамаға келуін болжайды. Яғни адам аялдамада тұрып, тақтаға қарап, қанша минут немесе секунд сайын қажетті маршруттың келетінін біле алады. Технология қаладағы барлық автобустар жабдықталған GPS жүйесінің жұмысына негізделген. Сондықтан автобустың барлық қозғалысы бақыланып, келу болжамын жасауға болады. Цифрланған электронды таблолармен қатар тақырыптық аялдамалар орнатылып жатыр. Қазіргі уақытта Жамбыл көшесіндегі 1-ші лицей алдында ашық кітап және Пушкин көшесі бойындағы Ғабит Мүсірепов кітапханасының жанында кітап сөресі түрінде алғашқы тақырыптық аялдамалар орнатылды. Сондай-ақ тақырыптық аялдама Қазақ театрының алдында және Жастар стадионы жанындағы спорт сарайына қарама-қарсы пайда болады. Кстати, первый раз вижу, это замечательно. Бұл тамаша ғой, әсіресе қыста автобусы күтіп тұрғанда оның келуіне қанша уақыт қалған біліп тұрасың. Ал кейде адамдар балалармен тұрады ғой. Мен өте ризамын. Қала күннен күнге әдем болып келеді. Бұл жағдай тұрғындарды әрине өте қуантады. Бізде сыртта қалмай қаланың көркеуіне қатысамыз, үнемі сенбіліктерге шығып тұрамыз. Біріншіден, бұл біздің қаламызды көркетуге пайдасын тигізіп жатыр. Екіншіден, жақында форум қаланы осылай безендіру керек. Насчет остановки. Тақырыптық аялдамалар туралы айтатын болсам, кітап қоятын сөре сияқты жасапты. Бұл өте әдемі көрінеді. Мінекей, паркінің өзі керемет жасалынып жатыр. Қала бойынша жалпы 42 шыны аялдама павильондары бар. Алдағы уақытта әлі 8 шыны павильонын орнату жоспарланған. Олардың 26-сына автобустардың күту уақытын болжау үшін арналған электрондық табло орнатылады. Индира Хатқызы, Бақыт Темірғалиев, Первый Северный.